Жыртылған кітаптарды желімдеп ұқты ұстаймыз, иә? Зере, сен кітаптарды жинастыра қой, иә? Қандай ертек екен мынау? Шынашақ деген ертегіміз екен. Бұл жерде тышқан мен мысық. Абай, сәлеметсіздер ме? Ерке келді. Сәлеметсің бе, Ерке? Сәлеметсіз бе? Сіздердің кітап бұрыштарыңызды толықтырып, біз үйде кітап алып келдік. Оны Ерке, сен достарыңа айтып бер, иә, кітапты? Қандай кітап екен, мазмұны? Рахмет, сау болыңыздар. Ерке, қандай кітап алып келдің сен? Бауырсақ ертегісін. Жүрсі, Зере саған айтып береймін. Қане, біз Еркенің бауырсақ ертегісін тыңдайық, иә? Ертеде ешкі жөні бөртеді. Bir заманда ата мен апа болыпты. Олар өмір сүріпті. Ата айтыпты: кемпір, менің қарным ашыпты, маған бауырсақ пісіп берші. Айтыпты: үйде ұн жоқ қой. Қанды қыпырып, қанды сабып, соған бауырсақ пісаттым. Сол кезде бауырсақ шым-шым ғой. Ол маңа қалай жүгіріп, домалап келейінші депті. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан қоян шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін, жеме саған өлең айтып беремін. Ападан да қаштым, атадан да қаштым, енді сенен қаш кетем деп домалап қаш кетіпті. Келе жатса алдымнан аю шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін, мен саған өлең айтып беремін. Ападан да қаштым, атадан да қаштым, енді сенен қаш кетем деп домалап қаш кетіпті. Келе жатса алдымнан түлкі шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін, мен саған өлең айтып беремін. Ападан да қаштым, атадан да қаштым, сенен қаш кетем деп домалап қаш кетті. Балалар, Еркенің ертегісі ұнады ма? Иә. Қандай ертегі айтып берді бізге? Бауырсақ ертегісін айтып берді, иә? Балалар, біз кітаптарға қамқорлық көрсетуіміз керек екен. Оны ашқанда беттерін сатырлатпай ашып, таза қолымызбен ұстап ашуымыз керек екен, е? Кітаптарға қамқорлық көрсетіп, оларды күтіп ұстауымыз керек. Желімдеуіміз керек, жыртылған жерлері болса. Қане, бәріміз отырып, кітапты желімдейді мұна, жыртылған беттерін. Қане, біз бауырсақ ертегісі кітабын желімдеп берейге, беттері жыртылып қалыпты. Желімдеуге көмектесіп жіберейік. Жыртылған бетіне бастап желімдейміз.